Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақмарал Тасболатова. Бүгін мен сіздерге Global Trend компаниясының маркетинг планын қағазға сызып көрсететін боламын. Жалпы Global Trend компаниясы ол официальный старт 2018 жылдың 11 майында ашылды компания. Жалпы бұл компанияда 4 пакеттер бар. Бірінші пакеті ол 21 мың теңге тұрады. Оған 2 нанобальзам береді. Ол пакетке сіз тіркелетін болсаңыз, тек компанияның бір табыс көзін ғана таба аласыз. Яғни бұл клиентский пакет бізде. Екінші пакет бұл 42 мың теңге тұрады. Бұл пакетте сізге компания 4 бальзам береді. Бұл жерде сіз 7 табыс көзін табуға мүмкіндігіңіз болады. Осы, яғни партнерский пакет. Сіз осы пакетке тіркелу арқылы компанияның официальный партнері боласыз. Мына пакетте сізге 50 PV, астына адам тіркесеңіз 50 PV береді. Мына пакетке тіркелсеңіз 100 PV береді. Үшінші біздің пакетіміз ол 78 мың теңге тұрады. Бұл жерде бір спрей концентрат береді. Бұл жерде де 7 табыс көзін табуға сіздің мүмкіндігіңіз болады. Бұл 200 PV береді. Және төртінші пакетіміз бізде 186 мың теңге тұрады. Ол жерде сізге 2 спрей концентрат, спрей және де 4 нанобальзам береді. Бұл жерде де сіз 7 табыс көзін, компания ұсынған 7 табыс көзін табуға толықтай мүмкіндігіңіз болады. Және бұл жерде де 500 PV болады. PV дегеніміз не? PV дегеніміз ол балл. Яғни бізде бір PV равен 300 теңгеге. Бізде маркетинг план бинар және де классика болады. Бинар және классика, яғни гибридный болады. Енді сіздерге 7 компанияның табыс көзі жайлы айта кетейін. Қандай табыстары бар екенін, табыс көзі. Бірінші табыс көзі ол рекруттық бонус дейміз. Рекруттық бонус. Бұл яғни немесе басқаша бір сөзбен айтқанда реферальный бонус дейміз. Бұл жерде компания, сіз мысалы астыңыздан өзіңіз тіркелдіңіз, компанияның партнері болдыңыз, астыңыздан 2 адамды тіркедіңіз, сол кезде сізге компания рекрут бонус сразу бір алғашқы адамнан сразу төлейді. Яғни ол 20 PV. 20 PV дегеніміз 20% тіркеген адамыңыз, мысалы сіздің астынан 42-ге тіркедіңіз, 100 PV, оның 20 PV-ін сізге компания 20%. Соны сізге бонус ретінде береді. Оны 300-ге көбейткенде равен ол 6 мың теңгеге. Яғни сізге бірінші адамнан 6 мың теңге түсті. Екінші адам тіркедіңіз, одан да 6 мың теңге түсті. Және енді екінші табыс көзі бұл бинарлық бонус дейміз біз. Бинарлық бонус. Немесе командный бонус дейміз, екінші басқаша атауы. Бұл жерде компания бинардан 10% бен 25% аралығында төлейді компания. Ол қалай? Бізде карьерный лестница бар. Осы карьерный лестница арқылы, осы сіздер көтерілген сайын бинардан төленіп отырады. Мысалы, сіз өзіңіз партнер болдыңыз, 2 адам шақырдыңыз, сізге компания 10% бинардан төлейді. Міне, сіз 2 адам шақырғаныңыз үшін екеуі теңелгенде сізге екеуінің арасынан 3000 теңге бинардан 10%-ын төлейді. Екінші, сіз енді қараңыз, 5 адам шақырып өз астыңыздан бәрін 42 мың теңгеден партнерский пакетке шақырған кезіңізде сіз уже компанияның официальный менеджері боласыз. Сол кезде сіздің табысыңыз бинардан 15% болады. Яғни бұл жерде сізде 3000 теңге партнерский кезде төленеді, 5 адам шақырғанда сізде уже бинардан 4,5 мың теңгеден түседі. Одан кейін сол 5 адамыңыз тағы да 5 адамнан шақырған кезде сіз уже бронзовый директор статусқа шығасыз. Ол кезде бинарлық табыс 20% төленеді. Ол 6 мың теңге. Яғни реферальный бонустан әр адам шақырғаныңыз 6 мың теңге, плюс бинардан 6 мың теңге сізге түсіп отырады. Бір адамның өзінен 20%. Одан кейін бізде сол 25 адамыңыз тағы да бәрі 5 адамнан, оларда яғни 5 бронзовый директор шығарған кезіңізде сіз серебряный директорға шығасыз. Ол кезде сізге 22% бинардан түседі. Яғни ол 6600 теңге. Серебряный директор кезде. Сосын сіз 4 серебряный директор шығарған кезіңізде
серебряный директорды төртеуін шығарған кезінде сіз золотой директор боласыз. Ол кезде сіздің бинарлық табысыңыз 23% болады. Ол 6900 теңге. Сосын 3 шақ золотой директор шығарған кезіңізде сіз diamond боласыз, яғни бриллиантовый директор. Ол кезде сіздің табысыңыз 25%, 7500 теңге түседі. Яғни бинардан. Одан кейін бізде қай жақтан түседі, товар обороттан. Мысалы, мына жерде сіз тіркелдіңіз, астыңыздан 5 адамды тіркедіңіз, мінекей, 5 адам тіркедіңіз. Қай жақта бізде товар оборот меншей, сол жақтан сізге бинарлық табыс түсіп отырады. Яғни мына екі аяғыңыз теңеліп, ортадан бинар шығып отырады. Осы екі аяқ теңелген жағдайда. И қай аяқ наименшей ветка, сол аяқтан сізге табыс түседі. Сосын бізде тағы да компрессия деген нәрсе бар. Ол өте күшті нәрсе. Компрессия. Компрессия. Бұл дегеніміз, сіз мысалы өзіңіз тіркелдіңіз, астыңыздан 5 адам тіркедіңіз, 5 адам тіркедіңіз. Оларда 5 адамнан шақырды бәрі. Солай астында мысалы глубинаңыз кетіп қалды. Сізде бронзовый директорге шығу үшін, мысалы, мына жердегі бір адамыңыз менеджерге шықты, мынау менеджерге шықты, мынау менеджерге шықты. Бірақ мына екеуі шыққан жоқ. Бірақ оның астындағы шақырған адамы, мынаның астындағы шақырған адам, мына жерде бір менеджер, мына жерде менеджер шығуы мүмкін, адамдар. Осы сізге мынау адамдар шықпаса, оның астына адам шықса, значит, ол сізге компрессия болып, ол сіздің менеджеріңіз болып есептелінеді. Дәл солай серебряный директор болсаңыз да, мысалы, астыңыздан бірінші линияңызда шықпады бронзовый директор, оның астындағы адам бронзовый директорге шықты, ол сіздің бронзыңыз болып есептелінеді. Яғни компрессия болады сізге. Міне өте осындай жағы күшті. Одан кейін енді бізде үшінші табыс көзі бар. Бұл матчинг бонус дейміз. Матчинг бонус. Бұл матчинг бонус немесе чек от чека, чек от чека деп атаймыз. Бұл жерде қараңыз, бірінші уровеннен 10% төленеді с первых уровней. Сіз, яғни, партнер және менеджер статуста кезіңізде, міне партнер немесе менеджер статуста кезіңізде, сіздің мына бірінші линияңыздағы адамдардың бәрінен сізге 10%-ын, осылардың бинарлық табысынан 10%-ын төлеп отырады. Яғни міне мынау менеджерге шықты, мынау шықты, мынау шықты, міне осылардың бәрі сізге бірінші линияңыздағы адамдар болып есептелінеді. Мынау мысалы аптасына 50 мың теңге тапты, мынау адам аптасына 20 мың теңге тапты, мынау адам аптасына 30 мың теңге тапты. Соның әрқайсысынан табысынан, бинарлық табысынан 10%-ын сізге компания матчинг бонус төлеп отырады. Одан кейін тағы да 10% ол бірінші уровеннен және екінші уровеннен сіз егерде бронзовый директор немесе серебряный директор статуста кезіңізде, мына бронзовый немесе серебряный статусқа шыққан кезіңізде, сізге бірінші уровендегі адамдарыңыздан және де екінші уровендегі адамдарыңыздан еще тағы да төленеді. Одан кейін тағы да 10% ол бірінші, екінші және де үшінші уровендегі адамдарыңыздан сіз золотой директор кезде и diamond кезіңізде, міне золотой diamond кезге уже сіз бірінші уровендегі адамдарыңыздан табыс аласыз, екінші уровендегіден аласыз, одан кейін үшінші уровендегі адамдардың әрқайсының бинарлық табысынан 10%-дан сіз тауып отырасыз. Өте күшті нәрсе. Одан кейін бізде төртінші табыс көзі бар, ол активационный бонус дейміз. Активационный бонус. Бұл мысалы көп компанияларда бізде активация жасауға мәжбүрлейді, ай сайын активация жаса. Ол табыс тапсаң да, таппасаң да активация жаса дейді. Ал біздің компанияда ай сайын табыс таппасаң активация жасау шарт емес, тек қана при одном условии, ол мысалы сіздің табысыңыз бір айда 60 мың теңгеден асқан жағдайда сіз 21 мың теңгеге өзіңізге 2 бальзам алып, өзіңізге активация жасайсыз. Ал 60 мыңға дейін жетпесе, яғни 59.990 теңге болса, сіз активация жасамайсыз. Және де 1 миллионнан асатын болса табысыңыз айына, онда 42 мың теңгеге активация жасайсыз. Өзіңізге өгеде 4 бальзам береді. Және де 3 миллионнан асатын болса, ондай жағдайда сіз 78 мың теңгеге өзіңізге 8 бальзам алып активация жасай аласыз, немесе бір спрей концентрат алып
Одан кейін активационный бонус қайдан төленеді? Активационный бонус ол міне қараңыз, сіз уже табыс тауып жатсыз, астыңызда командаңыз өсті, әр командаңыз адамдар сіздің 60 мың теңгеден, миллион теңгеден тауып жатыр делік, солар 60 мыңнан асқанда табысы, олар активация жасайды. Сол бірінші уровендегі адамдарыңыз активация жасағанда сізге компания активационный бонустан, яғни 10% сізге төлейді. Екінші уровендегі адамдарыңыздан 5% төлейді. Үшінші уровендегі адамдарыңыздан 3% төлейді. Және де 4-ші уровень мен 9-ші уровеньге дейін 2%-дан уже глубинаңыздағы адамдар кетіп қалды, соның бәрінен сізге компания активационный бонус төлеп отырады. Бұл да өте керемет. 5-ші табыс көзі бұл вояж, яғни путевка, турпутевка дейміз біз. Турпутевка, бұл не істейді? Бұл сіз компания мысалы статусе, яғни статус серебряный директорға жеткен кезіңізде, серебряный директорге компания сізге жылына бір рет жаңағыдай неге шет елге шығуға тегін путевка береді. Шет елге тегін путевка. Бір рет компанияның атынан сіз шет елге бара аласыз. Одан кейін бізде 6-шы табыс көзі бар. Бұл за лидерство, яғни выращивание лидерства. Бұл жерде қараңыз, сіз серебряный директор статусқа жеткен кезіңізде, және де өзіңіз серебряныйға шықтыңыз, астыңыздан бір серебряный директор шығардыңыз. Сол кезде өзіңіз лично приглашенный адамыңыз үшін компания сізге 1000 PV бонус береді. Яғни ол теңгемен, бізде 1 PV равен 300 теңгеге, оны 1000 PV көбейткен кезде 300 мың теңге сізге компания бір реттік премия береді. Солай екінші серебряный шығарсаңыз, тағы да 300 мың теңге береді. Үшінші серебряный шығарсаңыз, тағы да 300 мың теңге береді. Солай әр шығарған лидеріңіз үшін компания сізге премия беріп отырады. Сосын сіз 3 серебряный шығарғанда сіз золотой директор болдыңыз, сөйтіп астыңыздан тағы да бір золотой директор шығарғаныңыз үшін ол тағы да компания сізге 3000 PV тағы да премия береді. Сол бір адам үшін, мысалы бір адам серебряныйға шығардыңыз, 300 мың алдыңыз. Оны золотаға шығардыңыз, 3000 PV берді. 3000 PV ол 900 мың теңге. 900 мың теңге сізге компания тағы да премия береді. Яғни тағы да серебряный золотой шығардыңызда тағы да 900 мың теңге береді. Әр өстіп шығарған лидерлеріңіз үшін компания сізге осылай премия беріп отырады. Бұл өте керемет. Одан кейін 7-ші табыс көзі бұл лидершип дейміз. Бұны енді компания құда қаласа осы биыл 11 майда официально бір жылдық мерейтойы болады компанияның. Осы жерде оның қандай жаңағыдай табыс көзі екенін сіздерге жариялайтын болады. Бұл қазіргі уақытта біз үшін сюрприз. Компания енді оны сюрпризді дайындап отыр. Міне осы маркетинг план өте керемет, өте жеңіл, басқа компанияларға қарағанда, және де табыс табу да өте оңай. Келіңіздер осы компанияға, маркетинг планына жақсы табыс табуға өте мүмкіндік көп. Осы 7 табыс көзін тауып, өздеріңіздің миллиондарыңызды тапсаңыздар болады. Сіздермен болған мен Ақмарал, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.